болмаған, ол қолына қолын ұстап, Жетісу жері қазақ елінің үлкен бір киелі төрі. Жетісуда алғашқы қазақ мемлекетінің іргесін қалаған ұлыстар пайда болған киелі қасиетті жер бұл. Жалғыз Жетісу ғана емес, қазақ үшін бүкіл батысымызда, шығысымызда, өрімізде, төрімізде бәрі киелі. Ал дәл бүгін міне осы Қабылиса Жырау бабамыздың рухына арналып кешенен бірге келіп, сол төрдің киелі екенін, жердің қасиетті екенін тағы бір дәлелдеп жатқан шара ғой деп ойлаймын. Қабылиса Жырау өмір сүрген 18-ші ғасыр қазақ халқына ақтабан, шұбырынды, алқагүл, сұлама дейтін өшпестей, таңбасы кетпестей болып қалған ауыр ғасыр болды. Бұл ғасыр жоңғар шапқыншылығына төтеп беру керек. Әр жусаныңда, әр бір уыс топырағını сақтап қалу үшін жан алысып, жан берісіп жатқан, қан төгісіп жатқан ерлердің заманы, батырлардың кезеңі, ақындардың кезеңі, баһадурлардың дәуірі болады. Қабылиса Жыраудың бойында сол тұстағы ат үстінде жүретін шешендер мен көсемдерге тән батырлық пен ақындық, шешендік, әулиелік, көріпкелдік секілді қасиеттердің бәрі бойына қатар дарыған сондай бір халқымыздың, ұлтымыздың ұлы перзенттерінің бірі еді. Бірақ Қабан деген атпен қалған Қабылиса Жыраудың артында қалдырған мұрасы бізге толық жете қойған жоқ. Соны іздеу үстінде, зерттеушілер көп қазір осы төңіректе ат артып жүрген. Менің ойымша бүгінгі ақ кесене ақынның рухына, әруағына ғана бағышталып отқан елдің құрметі емес, бүкіл қазақ елінің тағзымы деп қабылдауымыз керек. Әдебиетке, оның ішінде көркем сөздің ең киелі, қасиетті, патша түрі ана сөз, өлең сөзге деген жасалып жатқан құрмет. Сондықтан мен елге айтар ең үлкен алғысым рухтың алдында, әруақтың алдында біз бүтіндігімізді тұтастығымызды сақтау үшін ұрпақты сол бағытта тәрбиелеуіміз керек. Сол тәрбиені бүгін атқарып отырмыз. Соның үдесіне шығып отырмыз. Бүгінгі күннің біз үшін айрықша болады. Әруақ риза болсын, ел тыныш болсын, іргеміз берік болсын деп айтамыз.